Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымызда білім алу өзім үшін, білімнің жемісі елім үшін деген ораммен бастайық. Сіздерге сәттілік. Бүгінгі сабақтағы оқу мақсатына қол жеткізу үшін сабағымыздың мақсаты тригонометрия функцияларының қосындысы мен айырымын көбейтуге және көбейтісті қосындыға немесе айырымға түрлендіру формулаларын қорытып шығаруды үйренуіміз керек. Және осы формулаларды есеп шығару барысында қолдана алуымыз қажет. Бүгінгі сабақтағы оқу мақсатына қол жеткізу үшін алдыңғы білімді пайдаланамыз. Яғни тригонометрия функциялардағы қосу формуласы. Бірінші синус альфа плюс беттаның формуласы деген синус альфа минус беттаның формуласы. Синус альфа плюс беттаның формуласында синус альфа көбейту косинус бетта қосу косинус альфа көбейту синус бетта болады. А синус альфа минус беттаның формуласында синус альфа көбейту косинус бетта азайту косинус альфа көбейту синус бетта болады. Осы формулаларды сол жағын сол жағына, оң жағына қосайық. Яғни мүшелеп қосамыз. Сол кезде қарасақ, мына жақтағы косинус альфа көбейту синус бетта мен косинус альфа көбейту синус бетта бірдей болып тұр. Яғни қосқан кезде олар не болады? 0 болады. Ал оң жағында синус альфа плюс бетта қосу синус альфа минус бетта деп көшіріп жазамыз. Теңдігі міне екінші жағындағы мыналар қосқанда 0 болады, былайынан сызып тастауларыңызға болады. Мына жақта синус альфа көбейту косинус бетта мұндайдан 2 болады. Енді мына жақта теңдіктің екі жағында бірдей айтып берейік, 2-ге бөліп жүрейік. Яғни 2-ге бөлетін болсақ, оң жақтағы 2 мен 2 қысқарады, ал сол жақтағы бөлу 2-ні 2-ден 1 деп алдына шығарып жазуымызға болады. 2-ден 1 жақша синус альфа плюс бетта плюс синус жақша альфа минус бетта. Міне дәлелдеу керек формуламыз осы болады. Енді келесі формуланы дәлелдеуіміз үшін косинус альфа плюс бетта мен косинус альфа минус бетта формулаларын қолданамыз. Косинус альфа плюс бетта формуласында косинус альфа плюс косинус бетта болады да, азайту синус альфа синус бетта. Мүшелеп бұнда да қосамыз. Қосатын болсақ, оң жағын жазамыз косинус альфа плюс бетта плюс косинус альфа минус бетта. Тең екінші жағында 0 болады синустар, ал косинус альфа косинус бетта мұндайдан 2 болады. Тура жаңағыдай теңдіктің екі жағын қайтеміз, мүшелеп екі жағында 2-ге бөліп жүреміз. Сонда оң жақтағы 2 мен 2 қысқарады, сол жақтағы 2 қалады, оны жаңағыдай жақшаның алдына 2-ден 1 деп шығарып жазамыз. Сонда косинус альфа плюс бетта плюс косинус жақша альфа минус бетта. Міне дәлелдеу керек формуламыз осы, екінші формуламыз. Енді келесі үшінші формуланы дәлелдеу үшін және косинустар формуласындағы тағы да пайдаланамыз, бірақ бұнда тек керісінше екінші формуладан бірінші формуланы қайтеміз, азайтамыз. Сонда косинус альфа минус беттадан косинус альфа плюс беттаны азайтамыз. Ал оң жағында және азайтқан кезде минусымыз таңбасы плюс азайтқан кезде қысқарады жерде, ал косинус альфа мен косинус бетта мұндайдан 2 болады. Жазайық. Косинус альфа минус бетта азайту косинус альфа плюс бетта. Тең болады 2 синус минус болғаннан кейін таңбасын қалай өзгереді көрсетіп жатырмыз. 2 минус плюс болады, 2 синус альфа көбейту косинус бетта болады. Енді не істейміз? Теңдіктің екі жағында қайтеміз, 2-ге бөлеміз. Сонда 2 мен 2 қайтеді, қысқарады. Теңдіктің оң жағындағы бөлу 2-ні жақшаның алдында жаңағыдай 2-ден 1 деп шығарып жазамыз. Косинус альфа плюс минус бетта азайту косинус альфа плюс бетта. Міне дәлелдеу керек формуламыз осы үшінші формуламыз. Енді осы формулаларды тереңірек түсіндік деп ойлаймын. Осы формулаларды тереңірек түсінгеннен кейін есеп шығару формуласында қолдана білуіміз керек.
Ал енді оқушылар бүгінгі сабақта қаншалықты меңгергенімізді байқау үшін сіздерге бірінші тапсырма сәйкестендіру тесті береді. Яғни осы тапсырманы орындауда дұрыс қайсы екенін сызықпен көрсетулеріңіз керек. Орындауға барлығы 2 минут уақыт жеткілікті деп ойлаймын. Ал енді өздеріңіздің орындаған тапсырмаларыңызды менің орындаған тапсырмамен салыстырып тексеріп көріңіздер. Егер барлық тапсырманың 6-7 дұрыс жауап бергендер өте жақсы орындадыңыздар, молодцы. 4-5 сұраққа жауап бергендер жақсы деп ойлаймын. 3-7 жауап бергендер орташа. Одан төмендер әлі де дайындалуымыз керек деген сөз. Келесі тапсырма семантикалық кесте толтыру. Яғни алдыңғы алған білімімізді есеп шығару барысында қолдануымыз керек. Яғни семантикалық картаны толтыруда алдымен есептерді дұрыстап есептеп алып, есептеп болғаннан кейін қай жауапты дұрыс деп ойлайсыз, сол жерге плюс белгісін қоясыздар. Тапсырманы орындауға 2 минут уақыт беріледі. Сіздерге сәттілік. Синус альфа минус синус бетаның формасы, синус альфа плюс синус бетаның формасы, косинус альфа плюс косинус бетаның формасы, косинус альфа минус косинус бетаның формасы, ең соңғысы және көбейтіндіні қосындыға айналдыру формасы. Дұрыс есептеу жүргізіңіздер. Аяқтай беріңіздер, болсаңыздар, дұрыс жауабын тексеріп көрейік. Өздеріңіздің қойған белгілеріңізбен мен қойған плюс белгілерімен салыстырыңыздар. Дұрыс жауап бергендер, яғни 5-4 сұраққа жауап берген оқушылар. Өздеріңізге өте жақсы деген бағаларды қоямыз. Және 3 сұраққа жауап бергендер, ол да жаман емес, орташа. Ал 3 сұрақтан аз жауап бергендер, бұл әлі жеткіліксіз, білімімізді әлі толықтыруымыз керек, дағдыларымыз керек. Келесі тапсырмамыз тепе-теңдікті дәлелдеңіз. Бұл тапсырма алдыңғы тапсырмаларға қарағанда кішкене күрделірек. Сондықтан сіздерге бұл тапсырманы орындау үшін сіздерге қолдау көрсетуге дискриптор көмектеседі. Тапсырманы барлығы орындауға 2 минут уақыт беріледі. Сіздерге сәттілік. Бағалау жүргізгенде осы дискриптор арқылы өздеріңіз бағалайсыздар. Яғни бірінші тапсырмада әрекет келтіру формасын дұрыс қолдана алдыңыз ба? Жоқ әлде екіншісінде қосындыны көбейтіндіге айналдыру формасын дұрыс қолдана алдыңыз ба? Соңғысы есептеулерді дұрыс жүргізе алдыңыз ба? Қай жерде өзіңіз кемшілік терсеңіз, сол кемшілікті арғай толықтырып, қатемен жұмыс жасауларыңыз қажет. Егер бәрін дұрыс жасасақ, өзіңіз бас бармақ белгісімен белгі беріп қоюларыңызға болады.
Молодцы, жарайсың. Молодцы. Так, келесі үй тапсырмасы. Үй тапсырмасында екі тапсырма беріледі. Жәнегі қосындыны көбейтуге айналдыруға, көбейтіндіні қосындыға айналдыруға. Оқулық 168 беттегі нөмір 432, нөмір 433 есептер. Сабаққа қатысып, атсалысқан оқушылар көп рахмет. Білімдеріңді дамыта беріңдер. Сау болыңыздар.